وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمين. Тері былғары мәселесі. Барлық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінен алады мына жерде ғалымдар, барлық иленген тері ол таза деді. Тек қана шошқаның және адамның терісі болмайды. Иленсе де таза деп есептелінбейді. Өйткені шошқаныкін фа иннаху риджс деді. Ол нәжас деді. Аллах тағала жалпылай айтты, сүйегі, еті, майы деп бөліп жарған жоқ. Жалпылай шошқаның өзі нәжас дегендіктен ғалымдар оның сүйегінде, майында, етінде, терісінде барлығын нәжас қылып жетті. Болмайды деді. Құранда солай келгендіктен. Қойлардікі, мысалы өліп қалған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір әйел келіп айтады, қойым өліп қалып еді, терісін сыпырып алып, немесе жүнін қырқып алып пайдалансам бола ма дейді. Болады дейді. Мәйіт емес пе дейді. Өліксе емес пе дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол жеуге мәйіт қой дейді, харам қой дейді. Жеуге харам, бірақ терісін сыпырып алсан, өліп жатқан жүнін қырқып алсан, сүйектерін сыпырып алып бір майған анау неге сабынға ма бірдемеге қайнатсан, ол бола беретіндігін айтады. Тек еті жеуге харамдығын айтады да, жаңағы сүйегін, терісін, жүнін жұлып алып пайдаланса болатындығын айтады. Иленсе тазаратындығын айтады. Тіпті ит нәжас дейміз, жыртқышаңдар нәжас дейміз, бірақ солардың терісін сыпырып алып илеген болсақ, ана былғары дейміз ғой жаңағы, илеп тұзға салып немесе тағы бір нәрселермен, әртүрлі нәрселермен илейді, осыны илеген болсақ, не істейді? Тазарған болып есептелінеді. Бұны неге айтып жатыр? Өйткені иттің несі нәжас дедік, дұрыс па? Егер ол иленбеген сол күйінде қатып тұрған болса, оның үстіне намаз оқуға болмайды, ол нәжас. Иленген болса, болады оның үстіне намаз оқуға. Сол секілді киім киеміз былғарыдан. Иленген терілер ма? Болады киюге, ол намазға жарай береді. Егер бір жерінде иленбеген сол күйінде, қатып тұрған күйінде тіге салған болса, ол жарамайды. Бір қасқырдың ба, иттің ба терісі, ол жарамайды. Нәжас болып есептелінеді. Иленумен тазарады деген тері. Шошқаныкі иленсе тазармайды, өйткені ол Құранда нәжас деп айтылғандықтан. Ал адамдыкін неге ғалымдар қосты десек, Аллах тағала бір аяттарда келтіреді, адамды құрметті қылып жараттық деп. Бүкіл жаратылыстың ішінде адам баласын ұлық қылып жараттық дейді. Енді сол Аллах тағала ұлық қылып жоғарғы дәрежеде жараттым деп отса, сен келіп оның терісін сыпырып бірдеме пайдаланғын, аяқ асты қылғың келеді, жоқ, болмайды дейді ғалымдар. Адамды ұлық қылып жаратқандықтан, ол кәпір болса да, оның терісін сыпырып алып пайдалануға болмайды. Қалған шошқа мен адамдың басқа терілерін сыпырып алып илеген болса, оның үстіне намаз оқуға болады. Төселіп жатқан бір аюдың терісі мысалы иленген ба? Үстіне намаз оқи беруге болады. Киім тігіп алып, жаңа үлкен тондар тігіп алып, етік, ұнтый тігіп алса болады. Түсінікті? Демесе, соларда мына мес дейміз, торсық дейміз, су құятын ыдыс жасалған болса, соның ішінен дәрет алған болса, ол да болады. Иленбеген болса болмайды. Түсінікті? Иленумен тазарады тері. Бұны Құдай қаласа неде? Хадистерде өтеміз, келеді хадистерде. Жаңағы айтқандай, арам өлген мал, мәйіт дейміз, мәйіті. Арам өлген, қашан арам өледі мал? Қаны шықпай өлсе, бауыздалмай өлсе. Яғни, біз бауыздап, Алланың есімін атап бауыздауменен қан шығады, бойындағы бүкіл қан шығып кетумен ол адал ас болып есептелінеді. Ал егер ұрып өлтірген болсақ, тоқпен ұрып өлтірген болсақ, қазір көрсетіп жатыр ғой, жаңағы куб алдымен ұрып құлатып жатыр. Ол қанын ағызбаған нәрсе, қанын ағызып өлтірмеген хайуан, ол не? Мәйіт болып есептелінеді. Оның етін жеу харам. Жаңағыдай өздігінен өліп қалған мал, бойында қаны қалып бауыздалмады, ол харам. Мәйіт. Бірақ оны жаңа айтқандай, етін жеу харам. Бірақ жүнін қырқып алса, терісін сыпырып алса, мүйізін, тұяғын, сүйектерін, еттерін сыпырып алып, бір нәрсеге қайнатып, тарақ жасап, сабынға қайнатып деген сияқтылды қолдана беруге болады. Жүндерін қолданса болады, түбіт жасап, жаңа қойдың, өліп қалған қойдың жүнін алып, түбіт жасап, тоқыма, күрте не тоқып атса болады. Соны айтады бұл жерде, сүйегі, мүйізі, шашы, жүні барлығы не болады дейді қолдануға.